Ассалаумалейкум. Бүгін осындай брауни чизкейк дайындаймыз. Бұл чизкейктің бір айырмашылығы асты үсті жаңағы шоколадты қамырдан тұрады. Ортасында нәзік салмасы бар, ірімшік қосылған салмасы бар. Және бұл чизкейкті жегеннен кейін дәмі ауыздан кетпейді. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен сүзбелі ірімшігімізге қантымызды салып, осылай лопаткамен немесе венчикпен араластырып аламыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды салып, тағы да араластырамыз. Бізде ешқандай түйіршігі болмайтын масы қажет. Гладкий дейді ғой, сондай масы болу керек. Мінекей осындай бізде шықты. Кейінге қоя тұрамыз. Енді сары майымызды ерітіп, оның үстіне жаңағы қантымызды салып араластырамыз. Кішкене қантымыз еруі қажет. Оның үстіне какао саламыз. Тағы да араластырамыз. Барлығы біркелкі массы болу қажет. Оны бөлек бір ыдысымызға құямыз. Үстіне 2 жұмыртқа салып, венчикпен араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Бізде шоколадты қамыр шығу керек. Ешқандай түйір болмау керек. Енді бізге осындай молочный шоколад керек. Салып, тағы да араластырамыз. Кішкене шоколадтарымыз еруі қажет. Мінекей бізде осындай масы шықты. Лопаткамен тағы бір араластырып аламыз. Енді бұның жаңағы кішкене бөлігін алып қаламыз. 2-3 ас қасық жарайды. Қалған бөлігін 18 диаметрлі формаға салып, жаңағы жан-жағына жететіндей қылып жаямыз. Жайып алдық. Енді оның үстіне жаңағы сүзбелі масымызды саламыз. Барлығын салып шығамыз да. Осылай форманың бойымен, жаңағы қамырдың бойымен барлығына жететіндей қылып жайып аламыз. Аккуратно, бір-біріне араласып кетпесін, қамырмен жаңағы салмамыз. Енді оның үстіне жаңағы алып қалған шоколадты масымызды осылай ас қасықпен әр жеріне салып шығамыз. Бұл бізге жаңа әдемілік үшін керек. Енді шпажкамен немесе басқа да зубочистка болсын, осылай жаңағы әртүрлі узорларды жаңа салып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша. Осыны 180 градусқа 30 минут пісіріп аламыз. Піскеннен кейін осылай жан-жағын пышақпен бір жүріп шығамыз. Содан кейін барып формадан аламыз. Әбден суытамыз. Осындай бізде брауни чизкейк шықты. Міндетті түрде бұны салқындатып жеңіз, сонда өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.